Достар, құрметті оқушыларым, құрметті мұғалімдер. Мұғалімдерді аттестациялау бойынша тестілеуді жалғастырып өтейік. Келесі 10 сұраққа назар аударыңыздар. Сіздерге көмегім тиеді деген үміттемін. Ал ендеше кеттік. Бірінші сұрақ: бейметалдық қасиет артатын қатар дейді. Бейметалдық қасиетті артатын қатар. Бізге А сай келіп тұр. Өздеріңіздер көріп тұрғандай, бірінші литий бейметалдық қасиеті бейметалл болып артта беретін. Оны Менделеев таблицасынан көрсеңіздер де болады. Бұл жерде бейметалдық қасиетті бізге Ада артып тұр. Келесі сұраққа назар аударайық. Күкірттің периодтық жүйедегі орны. Бұны Менделеев таблицасы бойынша қарап өтейік. Күкірт бізде төртінші емес, үшінші периодта тұр, сера. Және ол С болады жауап. Алтыншы А топшада тұр. Түсінікті, оны таблицадан көріп аласыздар, өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ деген ойдамын. Келесі СО оксидінің типі. СО қандай оксидке кіреді? Тұз түзетін ба, негіздік ба, тұз түзбейтін бе, қышқылдық па, әлде екі дайлы ма? Бұл тұз түзбейтін, негіздікке жатпайды. Тұз түзбейді, қышқылдыққа жатпайды. Ол әрине бізде тұз түзбейтін. Жауап С-ға сай келіп тұр. Көміртектің аморфты түр өзгерісі. Бұл сұрақтарды айтып өткен болатын. 8-ші сынып бойынша бірінші тақырыптардың бірі. Осыны міндетті түрде қайталап өтіңіздер. Кез келген вариантта бір немесе екі сұрақ кездесіп жатыр. Көміртектің аморфты түр өзгерісі графит пе, фуллерен, карбин, күйе немесе алмаз болады. Бізде көміртектің көміртегі жанған кезде әрине ол күйе болады. Графит, фуллеран, карбин. Енді бұл жерде логикаға салып қарасаңыздарды болады. Жауап Д. Келесі: жалынды қызыл кірпіш түске бояйтын тұз. Купрум хлорика, кальций хлорика, селен хлорика, барий хлорика, магний хлорика. Бұл жерде купрум, ол бізде қызыл түске боямайды. Бұларда сай келмейді. Бұл кальций. Кальций деп ойлап тұрмын. Жоқ, магний да сай келмейді. Демек, ол бізде кальций. Кальций хлорика қызыл кірпіш түске бояйтын тұз болып саналынады. Бұны жаңағы реакцияларда байқап отырсаңыздар болады. Реакция жүрген кезде байқасаңыздар болады. С2H2 хлор 2 қосылыстың барлық изомерлерінің саны, кеңістік изомер есепке алынбасын дейді. С2H2 хлор 2. H және хлор. Бұл бізде цис, хлор. Төбесінде H, астында хлор. Осының транс, тағы да екінші изомері болады. Когда мына хлор төбеге кеткенде мына екеуінің орнына ауысқанда. Сол кезде ол транс болады. Екі изомер болады деп ойлаймын. Мына жерде H қала берсін, мында хлор. Төбесіне бір хлор жібереміз, астына H. Сонда бұл жерде транс болады. Мынау көрінісі транс деп аталады. Бұда менің ойымша екі изомер болады. Кеңістік изомерді есепке алынбасын деп тұр. Түсінікті, цис транс деген екі изомері бар екен. Келесі: 250 литр пропан газы
жану үшін қажетті оттегінің көлемі. Бұл жерге біз кішігірім жану реакциясын жазып болады. Пропан С3 H8 СО2 және су. Теңестіріп өтсек, С бізде 3, алдына 3 қоямыз. Сутекті есептейік. H-тан 2, мұнда 8, алдына 4 қоямыз, және мұнаның алдына 5 қою керек болады. Енді қалыпты жағдайда қараймыз. 250 литр пропанды біз бөлуіміз керек болады. Да, көрмейді екен. 250-ді біз бөлуіміз керек болады қалыпты жағдайға. Қалыпты жағдайда 22-де 10-нан 4. Бұл бізде болады 11-де 2 моль болады. Дұрыс па? 11-де 2 моль. Енді оттектің бізге қаншалықты саны керек болады. Енді оның 5 моль болғандықтан біз 11-де 2-ні 5-ке көбейтеміз. Сонда 5-ке көбейтсек болады 55-де 8. 55-де 8 моль. Бұл кислородтың қанша мөлшері керек екендігі, оттектің қанша мөлшері керек екендігі. Енді бұны біз литрға ауыстыруымыз керек. Ол үшін В тең осы мольді көбейтеміз қалыпты жағдайға. 22-де 4-ке. Осын көбейтсеңіздер болады 1250 литр. 1250 литр. Түсінікті, енді осындай жауап бар ма, көрейік. 1250. Жауап Б. Бізге сай келіп тұр. Түсінікті, достар, жай ғана қалыпты жағдаймен есептеп шыға аласыздар. Қатты қиын емес, оңай сұрақтардың бірі. Кеттік, келесі жанған затты сумен сөндіруге болмайтын жағдайда қолданылады. Жанған затты тетрахлорметан, дихлорметан, хлорметан, дихлорметан, хлороформ, тетрахлорметан, хлороформ, дихлорметан, хлороформ, хлорметан дейді. Жанған затты сумен сөндіруге болмайды. Егер бұл заттар жанса, оған суды құйып сөндіруге болмайды. Одан әрі қатты көтеріліп кетеді деген сөз. Ол бізге хлороформ кіреді ең алдымен. Және мында қарап отырсақ, хлороформнан бізде соңғы 3 ЦДЕ, осы жерде дихлорметан келмейді, хлорметан келмейді, тетрахлорметан. Жауабы С болады. Тетрахлорметан. Келесі сұраққа назар аударыңыздар. 222,5 грамм стерин қышқылының триглицеридінен натрий сілтісін қосқанда түзілетін глицерин массасы. Сіздерге қазір суретті қоямын. Реакцияны мен қасымда жазсам сыймайды. Стерин қышқылының триглицеридіне натрий OH-ты қосқанда стеарат натрий пайда болған кезде қандай реакция болады? Бізге бұл жерде керекті жағдайлар формуламыз, ең алғашқы формуламыз жаңағы В тең масса бөлінген малярлық масса. Осы формуламен есептеп шығасыздар. Малярлық масса стерин қышқылының триглицеридінің малярлық массасы ол бізде 891 грамм моль болады. Және натрий стеаратында несін есептеп шығасыздар. Малярлық массасын ол бізде 306 грамм моль болады. Осын бәрін есептеп шыққаннан кейін реакция бойынша жаңа өз көресіздер
қайсысы қанша моль екен, қанша мөлшерде беріп тұрған, сол жерден пропорция құрастырып, жаңағы мына натрий сілтісін қосып түзілген глицериннің бізге массасын білу үшін жаңағы несін мөлшерін тауып алып, одан кейін оны осы формула бойынша шығарып аласыздар. Массаны қалай табуға болады? Масса тең мөлшер көбейтілген малярлық масса. Жаңа айттым, мына мөлшерін тауып аласыздар реакция бойынша, және малярлық массаны өздеріңіз білесіздер қалай табу керек екенін. Осы реакция бойынша, жаңа мына картинкада көрініп тұр реакция, осы бойынша осы формулаға салып есептеп аласыздар. Мен бұны есептеп көргенде жауабы 23 болды. Жауап 23 болды. Түсінікті? Келесі соң сұраққа назар аударыңыздар. Гесс заңының бірінші салдары. Реакцияның энтальпиясы реагенттер мен өнімнің жану энтальпияларының қосындысына тең. Гесс заңының бірінші жоқ. Болса келмейді. Реакцияның энтальпиясы реагенттердің өзара түзілу энтальпиялардың айырмасына тең. Жоқ, негізі Гесс заңының бірінші салдары бұл реакцияның энтальпиясы бар ғой, сол өнім мен реагенттердің энтальпияларының айырмасына тең болу керек. Не, осыны біз табуымыз керек. Өнім мен реагент түзілу қосындысы емес, біз айырмасы деген табайық. Ол БДЕ-де ғана тұр. Энтальпия жану емес, түзілу энтальпия. Жауап Е болады. Түсінікті? Реакцияның энтальпиясы өнім мен реагенттердің түзілу энтальпияларының айырмасына тең болады. Бұл Гесс заңының бірінші салдары. Бұларды негізінде жаттап алғандарың үшін өздеріңізге ыңғайлы болады. Осымен біздің алғашқы жалғастырылған алғашқы 10 сұрағымызды аяқтадық. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Аттестациялауға дайындықтарыңыз жоғары түрде өтіп жатыр деген ойдамын. Көмегім тисе қуаныштымын. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып қалдырып кетсеңіздер, жауабын беретін боламын. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы Назерке Әлбекқызы.